Бүгінгі сабақта біз бизнес страница ашамыз. Ол үшін өздеріңіздің Facebook аккаунттарыңызға кіресіздер. Мына жерде страница деген бар, көк жалаумен. Мына жерде меню бөліміне өтіп те кірсеңіздер болады, страница. Осы жерде создать новую страницу дегенді басамыз. Бізде осылайынан ашылады, осы жерлерді толтырып шығамыз. Название страницы, названиясын жазамыз. Подарки. Сіздер әртүрлі ашасыздар, енді әртүрлі нишаға ашасыздар ғой. Таргетолог деп өздеріңізге ашсаңыздар да болады. Я болмаса мебель, қандай ниша келеді, соларға ашасыздар. Подарочный бокс. Так, подарки. Подарочный бокс. Категория дегенге сол названиесін таңдап тұрсыз ғой, соған келетін категория таңдайсыздар. Типа андай таргетолог деп таңдасаңыздар, мысалы реклама маркетинг деп солайынан таңдайсыздар ғой. Қазір мен іздеп көрейін, магазин подарков деп таңдайық. Кемінде 1-2 категория таңдасаңыздар жетеді. Категория таңдай берейік. Мына жерге именно биография жазамыз. Подарочные боксы. Так. Қойып. Биографияға әртүрлі жаза берсеңіздер болады. Бұл жерге немен айналысады, қандай услугасы бар, қандай қызмет ұсынады, соны жазамыз, или не сатады, соны. Бізде нені так. Туған күнге сыйлық. Әртүрлі деп жаза берсеңіздер болады енді. Создать страницу дегенді басасыздар. Екінші бөлім. Сайт деген жерге міндетті түрде сайт жазу керек. Мына жерден былайынан жоғары жағынан барып, осыны скопировать ете салсаңыздар болады. Скопировать етеміз, мына жерге келіп, мынаны былайынан істейсіздер. Короткий қылатын жоқ екен, осы жерге келіп, ставить етесіздер. Мына жерге енді кейде таңдалады, кейде таңдалмай қалады. Мына жерде басылу керек. Басылған жағдайда Қазақстан деп таңдайсыздар, менде мынау қазір басылмай тұр. Басылмаса просто жаза бересіздер. Осы номерлерін жазасыздар. Электронный почта, электронный адрес жазасыздар мына жерге. Так, рабочий адрес жазсаңыздар болады, клиенттің жазсаңыздар болады. Егер клиент бермей жатса, өздеріңіздікін жаза берсеңіздер болады. Бұл электронный адрес, бұған сіздердің клиенттеріңіздің жазып қойсаңыздар, отчеттар барып тұрады, реклама шығатын кезде шығайын деп жатыр деп, сондай нелер барып тұрады.
.ru. Так. Осы жерлердің барлығын асықпай толтырып шығамыз. Келесі местоположение жазасыздар мына жерге, өздеріңіздің или қай қала соны жаза берсеңіздер болады. Мына жерге индекс жазсаңыздар да болады. 00 так. Жазсаңыздар да болады, жазбасаңыздар да болады. Жазып қойсаңыздар тіпті жақсы да. Так, мына жерде всегда открыто деген таңдай берсеңіздер болады. Келесі қазір индексын қарап жаза салайық. Кез келген нені жаза берсеңіздер болады. Барлығын толтырған сайын сіздерде страницаларыңыз жақсы ашылады. Нөл бір 0078. Келесі далее батырмасын басамыз. Мына жерде енді фото қой деп тұр сіздерге. Так, бұл жерге фото қоясыздар. Мына жерден менде ноутбукқа көшіріп алайын. Ноутбукқа телефондарыңыздан көшірсеңіздер болады. Именно осы салаға байланысты сыйлықтарды так қоямыз. Мына жақта менде так. Ана басып сохранить етіп аламыз. Осылайынан. Сосын мына жерде Фейсбукқа кіріп басып алдын ала осылайынан сақтап қойыңыздар, өздеріңіздің ноутбуктарыңызға. Басамыз. Так, обложкасын әртүрлі қосаңыздар болады. Енді екеуін екі түрлі фото болады. Далее батырмасын басамыз. Осы жерде міне WhatsApp жалғаңыз деп тұрады. Бұл жерден жалғасаңыздар да болады, или бұл WhatsApp-ты былай настройкадан да жалғасаңыздар болады. Пропустить деп өтіп кетейік. Так, мына жерде пригласить друзей, бұған міндетті түрде так, бір-екі адамды болса да басып кетіңіздер, Далее басамыз. Мына жерде так, уже готованы басамыз. Бізде уже ашылды, қараңыздар. Мінеки, открыть панель. Страница хорошо деп ашылды. Қараңыздар, жаңа бүкілнелерді толтырып шықсаңыздар, мына жерде енді WhatsApp, Instagram жалғаймыз, создайте публикация деп тұр, Осы жерге кіріп, былайынан кіріп, публикация создавать етесіздер. Мысалы, публикацияны алайық. Редактировать етеміз. Жан-жағын қиып тастап. Сіздерде енді готовый фото болады, готовый фотоларды публикация қылып салсаңыздар да болады. Парақшаларыңыз жақсырақ, активный болу үшін. Сохранить. Так, мына жерде опубликовать батырмасын басамыз. Загрузка жүріп жатыр, мінеки. Салынды. Енді бізде айтып тұр, WhatsApp жалғаңыз, Instagram жалғаңыз деп тұр, Осыларды жалғасақ, бізде мына жерде страница бізде ашылды, хорошо деп ашылды, Енді мыналардың барлығын орындағаннан кейін бізде отлично деп ашылатын болады. Еще дегенде басасыздар. Мына жерде так пропустить деп бассаңыздар болады. Пропустить. Қараңыздар, отлично деп шықты, состояние отлично болып шықты. Бізде барлығы страницамыз өте жақсы ашылды.